Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұлы дала сал серілері, ақан сері. Сабақтың мақсаты музыкалық жанрлар мен стильдерді анықтау және ажырату, музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау және оларды орындауда қолдану. Бүгінгі сабақта білетінің ақан сері Қорамсалұлының шығармашылығымен танысасың. Маңмаңгер әнін тыңдап, музыканың бейнесіне, мазмұнына назар аударып, талдап және әнді орындайсың. Лирика және канон ұғымдар туралы білесің. Ақан сері Қорамсалұлы әнші, ақын, композитор. Көкшетау өңірінде дүниеге келген. Әншінің Маңмаңгер, Қараторғай, Балқадиша әндері бүкіл қазақ халқына танымал. Балқадиша әні әлемге әйгілі. Халық біржанды сал деп атаса, ақан серіні ақанды сері деп атаған. Серінің бойында сал сияқты бірнеше өнер түрі бар. Серілер сырбаз, жақсы мен жаманды саралап, сезімін биязы жеткізесін нәзік жандар болған. Сал серлік дәстүрді жан тәнімен жақсы көрген ақан сері жүйрік ат, қыран, бүркіт, құмай тазы баптаған. Ақанның әндерін көбіне лирикалық әндер қатарына жатқызады. Лирикалық ән адамның ішкі сезімі мен толғанысын білдіреді. Маңмаңгер әні әншінің тұлпарына деген сүйіспеншілігін білдіретін лирикалық ән. Музыка тыңда және талда. Ақан серінің Маңмаңгер әнін тыңда, суретке және әннің мазмұнына қарап, өз пікіріңді ортаға сал. Маңмаңгер, кекілі келте, жалың майда сөздерінің мазмұнын қалай түсінесің? Ақан сері жылқы сұлулығын, туған ауылына деген сағынышын қандай әуен арқылы жеткізген? Жігерлі, баяу, жылдам, көңілді, лирикалық тірек сөздерді пайдаланып жауап берсеңіздер болады. Mаңмаңгер, кекіліңі келетей, жалың майда. Жаратқан сені сылап, қалқатайда. Жүрісің желмаядай жануарым, көрейін қызығыңды
ән қосайын жүрісіңе дерекен қалқа қалай келесіңе садыртып маңа кермен келе жатып осынау ән күйіндіріп түстесімде ақыл туған елім балаң елім өзіңе осынау әнді сала келдім Суретке қарап, ақын серіні қалай сипаттар едім? Канон грек тілінен аударғанда ереже, үлгі деген мағынаны білдіреді. Музыкадағы канон дегеніміз көп дауысты музыканың түрі. Мұнда бірінші дауыстағы әуенді екінші дауыс кезектесе қайталайды. Маңмаңгер әнінен өзімді орында. Әнді канон түрінде орында. Өлшем ерекшелігіне назар аудар. Аузына сақта. Мысалы, канон деп жаңғырық сияқты орындауға болады. Маңмаңгер, кекілің келте. Бүйтіп, отбасы мүшесімен осылай кезектесіп орындап көрсең болады. Сабақтан алған әсеріммен бөліс. Қызыл түс не білдім? Сары түс білгім келеді. Жасыл түс не білемін?